Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз қара өрік қосылған творожный пирог дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет, өте дәмді болып шығады. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздердің де сүйікті пирогтарыңыздың бірі болатынына сенімдімін. Келесі видеоны өткізіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ қоспаларды қосып аламыз. Ұн, қант, тұз, қосқышты қосып, жақсылап араластырамыз. Пирогтың нақты мөлшерлерін видеоның астына описание бөліміне тастап кетемін. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Жұмсақ сары майымызды салып, крошка жасаймыз. Енді бір жұмыртқа қаймақ қосып, жұмсақ қамыр ебейміз. Қамырымыз иіліп болғаннан кейін салған пакетке салып, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді пирогтың салмасын дайындаймыз. Ыдысымызға творог, 3 жұмыртқа, сгущенка, крахмал салып, блендердің көмегімен жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Енді қара өрігімізді турап дайындап аламыз. Енді қамырды 2 бөлікке бөліп, жарты бөлігін морозильникке салып қоямыз, жарты бөлігін жұқа қамыр жаямыз. Қамырымызды формаға салып, жан-жағын жақсылап, вилкамен әдемілеп, артық қамырды кесіп алып тастаймыз. Енді қара өрікті саламыз. Үстіне жаңаға дайындаған салмамызды құйып шығамыз.
холодильникке салып қойған жарты бөлік қамырды осы пирогтың бетіне теркадан өткіземіз, немесе пышақпен ұсақтап турап бетіне салсаңыз болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз пісіп дайын болды. Пирогымыз піскеннен кейін толық суығанша қоямыз. Одан кейін 2-3 сағат холодильникке салып қойсаңыздар абзалырақ болады. Өйткені жаңадан піскен кезде ортасы бос болуы мүмкін, жұмсақ болуы мүмкін. Сол себепті толыққанды суығанша, одан кейін холодильникте 2-3 сағат ұстасаңыздар пирогтарыңыз өте күшті, керемет болып шығады. Міне дәл осындай болып шығады. Дәмі енді өте керемет. Сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.